Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Тақырып лексика, сөз мағыналары. Лексика тіл білімінің сөз және оның мағынасын зерттейтін саласы. Лексика белгілі бір тілдегі сөздердің жиынтығы. Лексика сөздің лексикалық мағыналары, яғни сөздің тура мағынасы, сөздің ауыспалы мағынасы, сөздің көп мағыналығы, амоним, антоним, синоним. Қолдану аясы шектеулі сөздер, яғни архаизм, историзм, неологизм, диалект сөз, термин сөз, кәсіби сөз, табу сөз, кірме сөз, эвфемизм, дисфемизм. Ал қанатты сөздер тұрақты сөз тіркесі және мақал мәтел. Сөз мағыналары. Сөздің тура мағынасы, яғни сөздің бастапқы мағынасы, мысалы ашық есік. Сөздің ауыспалы мағынасы, яғни сөз мағынасының ауыстырылып бастапқы мағынасынан өзге мағынада қолданылуы, мысалы ашық мінез. Сөздің көп мағыналығы, яғни бір сөздің басқа сөздермен тіркескен кездегі әртүрлі мағынада болуы. Мысалы, адамның басы, судың басы, таудың басы. Арғарай амонимдер. Айтылуы, дыбысталуы бірдей, мағынасы әртүрлі сөздер. Мысалы, түс. Бір жағынан етістікті білдіріп тұр, екінші жағынан зат есім. Сосын ай, яғни 31 күн. Екіншіден планета мағынасын білдіріп тұр. Антонимдер тілдегі мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Мысалы, биік, аласа, ақ, қара, үлкен, кіші. Ал синонимдер мағыналары жағынан бір-біріне жуық, дыбысталуы әртүрлі сөздер. Мысалы, тез, жылдам, сұлу, әдемі, кір, лас. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Тақырыптың жалғасы бар. Назарларыңызға рахмет.